Экономикалық теория негіздері пәні. Берікбаева Аяулым Есімқызы. Экономикалық теория пәні туралы түсінік қалыптастыру. Нені білу керекпіз? Экономика пәні нені оқытады? Зерттеген ғалымдар, зерттеу әдістері қандай қызметтер атқарады? Меншік дегеніміз не? Экономика дегеніміз бұл үй шаруашылығын басқару өнері дегенді білдіретін көне грек сөзі. Өте қарапайым түрде айтатын болсақ, экономика дегеніміз өзіміздің тұрмысымыз. Яғни экономика материалдық игіліктерді өндіру, айырбастау, бөлу және тұтыну үрдісі кезінде адамдар арасында пайда болатын өндірістік қатынастарды айтамыз. Экономикалық теория классикалық мектебінің негізін салушылар Адам Смит пен Рикардо және қазіргі белгілі американ экономисті Самуэлсон ойынша капитал бұл өндіріс құрал жабдығы. Француз экономисті Жан Батист Сей капиталды бұл ақша сомасы, қаржылар, бағалы қағаздар деп есептеген. Әлемде сан алуан халықтар еңбек етіп, қоғамдық өндіріс өзара байланыс айырбас жүргізіп, түрлі табиғи жағдайларда өмір сүріп келген. Экономиканың дамуы осы ең бірінші адам қалай пайда болды, қалай еңбек ете бастады, сол кезден бастап пайда болды. Экономикалық қатынас өмір қажеттілігінен туындады. Ежелгі дүниедегі экономикалық кейбір құбылыстар мен процестер Египет, Қытай, Үндістан, Греция ойшылдарының еңбектерінде қарастырылады. Мәселен, Аристотель тауар құны деген ұғымға тоқталып, оның айырбас қатынасынан шыққандығын байқаған, бірақ ерте дүние орта ғасырларда экономикалық ой пікір ғылым болып қалыптаспады. Экономикалық теорияны зерттеу әдістері ғылыми абстракция әдісі, талдау, жинақтау, индукция және дедукция деп бөлінеді. Ғылыми абстракция әдісі зерттеліп отырған құбылыстардың мардымсыз өткінші жақтарын дерексіздендіру, олардағы тұрақты қасиеттерді тауып көрсету процесі болып табылады. Талдау зерттелетін құбылыс өзінің құрамды бөліктері мен жабдықтарына ажыратылады. Жинақтау құрамды бөліктерінің тұтас бір құбылыс болып қалыптасуы. Индукция жеке фактілерден жалпы қорытынды шығару. Дедукция жалпыдан жалпыға, бүтіннен бөлшекке көшу. Экономикалық теория бірнеше қызметтер атқарады. Танып білу қызметі және дүние танымдылық көзқарас қызметі, ғылыми болжам қызметі, практикалық қызмет және методологиялық қызмет деп бөлінеді. Экономика ғылымдарының жүктелуі экономикалық теория, жалпы экономикалық ғылымдар, қолданбалы экономикалық ғылымдар, біріктірілген ғылымдар деп бөлінеді. Жалпы экономикалық ғылымдарға экономикалық білімнің тарихи, экономикалық тарих және тағы да басқа жатқызылады. Қолданбалы экономикалық ғылымдарға функционалдық және салалық деп бөлінеді. Функционалдыққа қаржы, несие, маркетинг, бухгалтерлік есеп тағы да басқаларын жатқызамыз. Ал салалық ауыл шаруашылығы, денсаулық сақтау, сауда тағы да басқалары. Біріктірілген ғылымдарға экономикалық география, математикалық экономика, экономикалық құқық жатқызамыз. Экономикалық теория макроэкономика және микроэкономика деп бөлінеді. Микроэкономикаға экономикалық жеке субъектілері, яғни фермалар, тағы да басқалар жатқызуға болады. Ал макроэкономика экономиканың жалпы зерттеу. Негізгі категориялары ол өндіріс факторлары, шығындар, баға, сұраныс, ұсыныстар болып табылады. Ал макроэкономикаға ұлттық табыс, жиынтық, сұраныс, инфляция, жұмыссыздықты жатқызамыз. Экономикалық жүйе деген ұғым қалыптасқан. Экономикалық жүйе экономикалық өнімді өндіру, бөлу, айырбастау, тұтыну барысында туындайтын негізгі экономикалық қатынастардың нысаны болып табылады. Ақша. Экономикада ең негізгі ұғым ол ақша. Ақша дегеніміз белгілі бір нәрсені алып сатуда немесе айырбас жүзінде қолданылатын бағалы қағаз. Ақшаның түрлері толық құнды ақшалар және толық құнсыз ақшалар деп бөлінеді. Толық құнды ақшаларға біз нағыз ақшалар жатқызамыз, толық құнсыз ақшаларға құндық белгілері бар заттар жатқызамыз. Құнды ақшаларға, нағыз ақшаларға ол құнын ақтау және кеткен уақытын ақтайды. Ал құнсыз ақша дегеніміз, яғни кеткен уақытын ақтамайды, құнын ақтамау. Экономикалық заңдар арнаулы, ерекше, жалпы болып бөлінеді. Арнаулы экономикалық заңдарға шаруашылық жүргізудің нақты анықталатын нысандарының даму заңдарын айтамыз, ал жалпы экономикалық заңдарға барлық тарихи дәуірлерге тән заңдар. Ерекше экономикалық заңдар олардың қолданылу жағдайлары сақталатын тарихи дәуірлерге тән заңдарды айтамыз.
Тұрмыстық мағынада меншік деген ұғым қалыптасқан, яғни меншік заттарды иемдену, ал экономикалық мағынада меншік деп нені айтамыз? Адам өмір сүру үшін өндіру керек, өндіру үшін өндіріс құрал жабдықтары қажет. Міне осымен байланысты адамдар бір-бірімен қатынасқа енеді, ол өндіріс құрал жабдықтары иемденумен байланысты. Мұнда мынадай сұрақтарға жауап беріледі. Өндіріс құрал жабдықтарына, онымен өндірілген еңбек өнімдеріне кім иелік етеді? Сонымен меншік жай ғана зат емес, заттар арқылы материалдандырылған материалдық игіліктерді иемденудің тарихи қалыптасқан нысаны болып табылады. Меншік қатынастары мыналар: иемдену, иелік ету, материалдық жабдықтарды шаруашылық тұрғыдан пайдалану, экономикалық тұрғыдан өткізу, өткізілсе меншік иесіне табыс әкелетін деген сөзді білдіреді. Сонымен сабақты қорытындылай кетсек, экономика пәні нені оқытады? Зерттеген ғалымдар зерттеу әдістері қандай қызметтер атқарады және меншік дегеніміз не? Осы сұрақтарға толығымен жауап жазып дәптерге сол осы тақырыпты оқу. Осы өткен тақырып бойынша 15 сұрақтан тұратын тест құрастыру. Кестелерді дәптерге сызып алу. Назарларыңызға рахмет.